Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен восточная самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттар: ұн, сары май, тұз, қопсытқыш және айран. Алдымен ыдысымызға ұнды, қопсытқышты және тұзды салып араластырамыз. Сары майымызды ұнға салып, қолмен біріккенше ұсақтатып шығамыз. Енді үстіне айран құйып, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып, жарты сағатқа тынығуға қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге кептірілген өрік, грек жаңғағы, қант қажет болады. Кептірілген өріктің үстіне салқын су құйып 5-10 минутқа бұқтырып қоямыз. Енді өрікті блендерге қантпен салып, жақсылап араластырып езіп алатын боламыз. Грек жаңғағын майдалап турап алып, өріктің үстіне қосамыз. Біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Қамырымызды 30-35 грамм етіп бөліп алып, дайындап домалақтап аламыз. Қамырды орташа етіп, оқтаумен жайып шығамыз. Салмасын салып, әдемілеп түйеміз. Дайын болған самсамызды біртіндеп алып, қантқа батырамыз. градус қызып тұрған пеште 20-30 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Самсамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.